Hayırlı hürmetli qonaqlar, kelesi özümüzün tағы жергілікті әншімізге берейік. Мінекей осындай тойымыздың күнінде Затбек Көпбасты балдарыңызға, қалауыңызға. Ендеше келесі әнші, жай әнші мен жаңа айттым ғой. Керемет бұл кісі енді жай тұрып өлең айтпайды, би билеп тұрып өлең айтады. Алдарыңызда Юлдыз Османова! Енді келесі кезекте Юрий Шатунов бір термет жастық шақтарыңызды бір еске түсіргенде тұралдарыңызда. Қаны жағын Юрий Шатунов тірі дауыстайды, көрдіңіздер ма? Өзіңізгелеріңіз қалауыңыздар. Әлемді құрметті қонақтар, мен жаңа жаңылмайтын жақ сөйлемейтін тұяқ болмайды дейді. Бұл кісіне Жанар Айжан деп таныстырдым. Сөйтсем ол кісі келесі залда айтып жатыр екен. Біздің залға Роза Рымбаева келіп қапты. Мен байқамай қапты. Алдарыңызда Роза Рымбаева!
Qanday keremet әріптестердің бәрі өзіңізді көтермелеп жатыр. Байқадыңыз ба? Qanday keremet сізге де үлкен сыйымыз. Ал енді соңғы керемет әншінің сыны өрәседі келіп отырған Валерий Леон. Қабылыңыздар! Вечером Черская особо делать нечего. Он идет по-русски взять. Он будет ручку от шаманочки. Рядом нашу притягали. Ошибки, жаром я покрыты. Старый мотив узнать нельзя. Мой милый, милый, милый Августин. Августин. Все, что было, все прошло. Валерий Леон! Қошеметтеріңіз, сізге де мына кәсібіңізге тапсыр еткен, как раз. Бәрекелді, Валерий Леон байқадыңыз ба? Қонақтармен қосылып бірге айтайық деп. Сатбек мырзаға бұрып қояды, ол кісі орысша білмейді ғой, негізі бұрып қояды. Ақшаға Алла өресін ұрмайсы. Бәрекелді, осы өнер жұлдыздарын бір естелікке суретке түсіріп алайыншы Алтынай. Бәрекелді, бұндай өнер жұлдыздары ешкімді кешіне келе бермейді, қандай керемет мінекей. Бәрекелді. Енді осы өнер жұлдыздарының құрметі бір жасап тоз көтерейік, құрметті қонақтар. Құрметті достар, қандай керемет мінекей. Барынша Йылдыз Османованың құрметіне кәдімгі. О, Сәкеннің орны бір бөлек. Ана екінші стол қыз болып жатырмын, бәрі сұрап. Ана құдалардың бәрі осы жақта отыру дегендей болды. Бәрекелді. Сіз бақыттысыз аға, жан-жағыңыз бәрі әнші. Бәрі бәрі осы қасырғы не жинап қалып десем, өнер жұмыстары бәрі осы Ұқсамасаңда ұқсатпақ деген осындай бір өркісі көтермелеп отырайық. Өнер жұлдыздарын сыйлайық дегендей. Сөйлеп жатсақта бүгінгі қуанышқа деген тілегіміз ортақ деп. Сондықтан мына алыстан келіп жатқан тағы үлкен қонақтарымыз бар. Сол кісілерге былай араласып беріп отырайық. Бүгін мінекей сонау оңтүстік астанамыз Алматыдан аттерлетіп, осында мінекей Ерғазы ағамызбен Сәуле жеңгеміз келіп отыр. Және де осында Сәбит ағамызбен Диларам әпкемізді ортаға бірге шығарсақ, осы төрт кісінің арнайы бір тілек болса, осы бір мүкеттердің алдында келіңіздер ағалар, кәдеге. Осы бірдей ағамызбен
келдіңіздер. Құда қаласа, мына өрістеріңіз төрттікке толып тұрсын, бастарыңызға бақыт сұғынып тұрсын. Мінеке әрдайым отбасыларыңызда бүгінгідей қуаныш, ұлдияға қызды қияға қондырған ұл қыздардың немере шеуенің қуанышында осындай тойлар құда қаласа жыл сайын болып тұрсын дейміз. Ал береке қош келдіңіз құда қаласа. Мінеке ауылға дейміз. Мынау кешіміз құтты болсын. Жаңа өзіңізді балам сонау Россиядан келіп деп жатырмыз, Алматыдан келіп деп жатырмыз. Қалай айтсақ та жарасады, бүгін енді достарыңыздың ортасындасыз. Сондықтан мына қуаныш құтты болсын, тілек өзіңізде. Рахмет. Кеш жарық достарым. Енді көп сөздер айтып жатыр, соның бәріне қосыламыз. Мынау Сағат апайымызға рахмет, сол интеграл ансамблін ашты. Енді анау бақыт деген бұл бақыт сәттердің жиынтығы екен. Бақыт сәттердің бірі осы мектепте жүрген кезіміздегі бақытты сәттерді бір есімізге түсіріп кетейік. Сағат апай келтіріп ансамбль ашқан кезде бас гитарада Сейдахмет бас гитарада ойнайтын. Бұл 9-10 кластың қазақ жастары, соның ішінде біздің класстар активный рөл ойнаған. Себебі біздің апайымыз бізге класс жетекші. Ансамбль 1-2-3 ән болды, интегралды ән болды деп. Ән салайық, тамаша деген. Соның ішінде есте қалатын бақыт сәттердің бірі Қызылгөл Алматыда қызыл алма деген өлеңін айтып шыққан сахнада бірінші орын алатын еді, сол өлеңіменен. Дауысы деген керемет. Алматының қызыл алмасы деген өлеңімен танылған, сол Өзбекстанда не дейді, главный рөл ойнаған сол өлеңіменен. Тағы бақыт сәттердің бірі жәнегі Кабызы деген автобусымыз болатын. Сол автобусменен мектепке балаларды алып келетін. В основном Намунадан таситын. Намунада алыс болатын, біраз мектепке Кабыз автобуспен тасып, көбінше біздің класстан, по-моему, сол Сейдахметтер автобусқа кешігіп қалып, 3-ші сабаққа келеді тағын. Сонымен, біздің классымыз остановканың алдында болатын. Мана неден, терезеден остановка көрініп тұратын. Сабақта отырса, бір-екі балдар, сабақ қызық болмай қалатын болса, автобусқа қарап отырады, не терезеден. Автобус келесе жүгіріп шығаттағын, автобусқа отырып, елей бақытқа, елей Верхневолынске кетіп қалатын. Кейін сағат 2-лерде қайтып келеді тағын, бізбен бірге папкасын алып тұрып, үйіне қайтатын. Сондай бір сәттер өткен басымыздан. Негізі, сабақтан кетіп қалу, қашып кетуді, бірінші болып мен Сейдахметтен үйренген. Сол келген кезде совет досымыз өте аккуратный болатын. Өте аккуратный болатын, жәндегі папкасы, ішіндегі кітап, дәптер, ручка бәрі орында тұратын, сабақтың бәрі дайындалған. Келгеннен сразу көшіру басталатын. Ана парта, мына парта бірнесен бірі көшіріп алып тұрып, сол сәттер өтті. Армияға барып келдік, армиядан кейін кездестік, қайттан қалыстар. Сол кезде армиядан келдік тағын, келгеннен үйленеміз деп келген балдар болды арамызда. Бейбіт, Садық, Сейдахмет үшеуі спорласып, армиядан келді үйленеміз деп, где-то 1-2 аптаның ішінде үшеуі үйленіп алған. Бізден кейін Қосақ деген досымыз бар, келе алмай қалды, ол да келді үйленіп алды. Енді біз өзіміз, мен армияда келіп подкурста оқыдым, медиус 6 жыл оқыдық. Сонымен сөйліп кетті, 26 жас дегенде әрең үйленгеніміз. Мен бұларға қарап, қазір менің әуестеніп отырғаным, уже бұларда немере бар, балдарын үйлендірген. Менің балдарым енді ер жетті. 2 ұл, 1 қызым бар, үлкені 25-те. Сол бір 21-22 жасар кімнің қызы болса, қол көтеріңдер. Мен балам үйлендірдім дедім. Екінші ұлым енді 22-де, қызым әлі кішкентай, 19 жаста.
сол жана осы отырыс болады, класстар отырыс дегеннен сол мектеп сәттегі сондай бір бақытты сәттер басымыздан өтіп, көз алдымыздан өтіп, сол кеше бір мектепте жүргенде өзім солай сезініп отырмын, турасын айтамын. Арадан 35 жыл өтпеген сияқты. Келіп бәріңді көріп қуанып қалдым. Былай қатты ешкім өзгермеген. Әсіресе қыздарымыз қалай болса солай күйінде қалған, тек балдарымыздың шаш ағарған болмаса, қалғандары бәрі нормальный. Мен Алматыда жүрген кезде өзім қатарында көріп тұрып, настроением болмай жүретін еді. Бәрінің шашы қарады, мен шашыма қарап. Бүгін келіп тұрып қуанып қалдым, бәрінің шашы қарап. Өзім сияқты екен барлығы. Сол осындай ойын күлкіге жеткізсін әрқашанда, тек жақсылықта жиналайық. Мынау барлықтарында осындай бақытты күндер, бақытты сәттер өте көп болсын. Әрбір жиналған кезде сол есте қалатындай бақытты күндер болсын. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, немере шөбере көріп, жәнегі шал кемпір болып, қосағарып, осындай ойнап күліп жүре берейік. Жаңа Тұрсынбек айтады ғой, 60 жасқа барған кезде еркек адам жалғыз қалады екен дейді, кемпірінің подружкалары көп болады екен дейді. Және гәптес дейді, не дейді. Сол айтпақшы, 60-қа келген кезде де осылай ойнап күліп жүре берейік, достарымыз көп болсын. Барлықтарыңды бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Бақытты болыңдар. Рахмет Ереке, айтқаныңыз келсін. Мен байқағаным, сіз бүгін екі жақты келіп отырсыз ғой. Bir жағы кездесу, бір жағы құда түсіп келіп отырсыз. Бәрекелді. Орында бізде жігіт, қыз болса жігіт дайын дегендей. Бәрекелді. Ал енді келесілік Сәке, мінекей өздеріңізде болсын. Енді Сәкеңді бүкіл республика танымағанмен біздің оңтүстік өңірі жақсы таниды. Өйткені талай мінекей азаматтарды мынау спорт жағынан биікке көтеріп жүрген азаматтың бірі, қазағымыздың көк байрағын жоғары көтеріп жүрген азаматтың бірі. Мына бүгінгі кешіміз құтты болсын Сәке. Енді бұл кісінің жұбайы Диляра ханым да ұлыға ұстаз Сағдат апай өзіңіздің жолыңызды қуған. Тек қана ұстаз емес, бұл кісі жан-жақты біздің мына Мақтаарал ауданында республикамызға, сол оңтүстігімізге танымал Дидар би ансамблі бар. Соның жетекшісі бұл кісі. Иә. Әрдайым осы бізде жыл сайын осы оңтүстікте облыс әкіміне жаңа гала концерт беріледі. Сол кезде бұл кісінің Дидар би тобы жарқырап шығады ғой. Соны риза боламыз. Сондықтан бас жүлдені әрдайым мінекей қолынан бермейді облыс бойынша. Сондай азаматшалар деп бір ауыз енді таныстырып кетейін деп отырмын. Мына бірінші айтамыз ғой, жігітті жаңа қоянды қамыс, жігітті намыс, тамадан таныс өлтіреді деп. Танитын болғасын айтып отырмын да. Сонда Сәке құтты болсын, жақсылығымыз, қуанышымыз бірге болсын. Рахмет. Не дейміз енді? Баяғыда бір тамада еді, не дейміз деген штраф бар демекші, штрафтан қойып тұрасыздар бүгінше. Мынау Ерғазы жақсы әңгімелер айтып кетті ғой жаңа. Мектеп тесік алды, сабақ тесік алды. Мені көп мақтап қойды, мен бірақ екінші жағында бар еді. Анау бізде марқұм Есенбек ағай бәріміз білеміз ғой. Сенбі жұма күндері сабақ қояды да, подряд 4 сағат өтеді. Шығарма жаздырады. Мен өз шығарманы жақсы жазатынмын да. Зейда ағай екеуміз бір парта тұрамыз. Екеуміз екі вариант бар енді. 45-дің екі вариант жазып қоямын, 2 сағат Зейда ағай көшіріп соң 3-4 сағат Ерғазы айтпақ шаптауыз, оны мен ақиымда кетіп қойдық. Ондай өнерлеріміз бар еді қояды да. Мақтай өнеріміз көп. Жақсы. Класстастар, достар, Ерекем жақсы айтып отыр. Негізі әңгіме үшін жақсы шығады ғой. Кімде ұл бар, кімде қыз бар демекші, менде де 2 ұл бар. Екеуі де дайын. Үлкені жайындегі өзім сияқты, және Тұрсынбек қалады айтады ғой, Ерғазыдан кеп шығып отырған менің бәрі. Қазақтың бәрі жұмыссыз дейді. Қандай жұмыс болса да дейді, өзің мамандығы басқа, жұмысы басқа дейді ғой. Менің де мамандығым басқа, жұмысым басқа да, көрсетіп берсең, үйретіп берсең, алып кете берем ғой демекші да. Мамандығым негізі педагогпын. Мектептің барлық саласын істеп шықтым, пионер вожатыйдан бастап мектеп директорына дейін. Одан баса спорт саласында да, Өзбекстанда да істедім, Қазақстанда да істедім. Мақтаарал қоятын жайым да бар. Мақтаарал ауданы бойынша тарихында бірінші Қазақстан спорт шеберін дайындадым. Енді көпшілігі біле береді, білмейді, ол өзімнің ұлым еді, бірақ бір жағы. Өзім
ұстазы әрі әкесі болып ойнайды. Қазіргі кезге дейін ойнап жүр, бокс ұстазы жүр. Қазір облыс құрамасының сапында ойнап жатыр. Жәнібек айтпақшы, үйлендіре алмай жүрмін, мүмкін өзімнің бір класстасымның қызын тапсам, зорлап қыз үйлендірейін жүрген жағын. Екінші жыл студент, Алматы қаласында оқиды, авиация, азаматтық авиация академиясында оқып жатыр, екінші курс студент. Мына ханымға келетін болса, енді көпшілігіңіз танисыз негізі. Мынау ағасы, мынау бір жағы қайналар болып қояды. Баяғыда үйіне кеуіп бардық қой енді, құдалық болған сөйтсем ерекең, кеу бола дейді да, жүрегімнен тігін алды, мен кластасам бұл қақыр кеу болып қалды енді. Солай айтпақшы енді, мен енді қуанышты көрісіп отқан жеріміз бар, мынау біздің Сағадат апайымыз деп отырмыз ғой, біздің ағамыз орнында, ұстазымыз орнында, мынау апайымызға келін ретінде бір сәлем жасап қойсаңыз жараса. Сала көрсек, ондай болмайды. Жақсы. Енді түсініп ғой, ұялбастыр, көпшілігі ағасы болған кезде сәлем жасап жатыр ғой, енді апайым сізге қазір музыкалық сәлем жолдайды. Ән айтады, би билейді. Иә. Не дейміз енді ойынды, достар? Кеше бір отырыста отырайық, осындай 35 жылдыққа кетіп жатыр емесің, е? 10 жылдық болады, 20 жылдық болады, 30 жылдық болады, қазір сенап сендерге 35 жылдық дейді да, біз ерекшеміз ғой дегенде, сен рахмет айтпақшы. Бұл да бір үлкен... 35 жыл тап қойшыда? Иә. Осыны ұйымдастырып отқан жаңағы ұйымда